Баршаңызға сәлем, сіздермен Айжан. Достар, сіздердің сұрауларыңыз бойынша мен бүгін Назарбаев университеті туралы сөз қозғамақпын. Бұл университетке қалай түсу қажеттігін, қандай емтихан тапсыру керектігін айтатын боламын. Егер қызық болса, онда видеомызды бастаймыз. Сәлем достар, сіздермен Айжан және Медина. Бүгінгі видеода біз Назарбаев университетіне түсіріп жатырмыз. Назарбаев университетіне түсудің өзіндік бір әдіс тәсілдерін, қандай емтихан тапсыру керектігін бүгін сіздерге барлығын айтамыз. Ең алдымен әрине біз Назарбаев университетіне түсу үшін сіздер регистрациядан өту керексіңдер. Бұл жерде өзіңіздің анкетаңызды толтырасыздар, және де Назарбаев университетінің сайты астында Айжан сіздерге жазып береді. Ең алдымен Назарбаев университетіне түсу үшін 3 емтиханнан тапсыруыңыз керек. Сіздер бұл APTIS, SET және IELTS. APTIS емтиханы бұл тек қана ағылшын қандай деңгейде білесіз, соны тексеру емтиханы болып саналады. Яғни ағылшында грамматика, vocabulary, reading, яғни ол бір текст береді, тексттен сіздерге белгілі бір сұрақтар қояды. Ал бұған осы APTIS-ті тапсыруға сізде бары 1 сағат, барлығы 60 сұрақ. APTIS емтиханы ақпан айларында болады. Осы жерде айта кететін жайт, Типс деп айту керек. IELTS-ты егер сіздер APTIS-тің алдында тапсыратын болсаңыздар, нәтижесі Назарбаев университетіне сәйкес болатын болса, онда APTIS емтиханын сіздер тапсырмауыңызға болады. Ал қазіргі күнде Назарбаев университетінің Foundation программасына түсу үшін сіздер 6-дан 0 баллмен алу керексіздер, бұл яғни минимумы. Екінші емтихан, ол SAT деп аталады, ол сіздің пәннің меңгеруіңіздің тестілейтін емтихан. Мысалы, біз Айжан екеуміз химия мен биологияны, chemistry and biology мөлшерінде алғанбыз, және де тағы 3 бағыттары бар, негізгі математика мен физика, математика критическое мышление және химия биология. Ол өзі тест жаңағы химия биология болсын, 2 тест тапсырасыздар, 30 сұрақтан тұрады. Әр сабаққа 1 сағат беріледі. Жерде сөздік Оксфордский тек қана сөздік алуға болады, қалған сөздіктерге рұқсат бермейді. Сеттің нәтижесін бойынша, егер сіз әр сабақ 5 сұрақтан көп алсаңыздар, онда сізге Назарбаев университетіне түсуге мүмкіншілігіңіз пайда болады. Соңғы жылдың нәтижесінде 38-37 ұпаймен түсуге болатын еді. Осы SAT-ді емтихан жақсы тапсырсаңыздар, сіздер IELTS-қа автоматты түрде өтесіздер. IELTS емтиханы бұл қазіргі күнде барлығы біледі деп ойлаймын. Ол яғни International English Language Testing System. Мамыр айында болады. Жаңа айтып кеткен сетті ол наурыз айында тапсырасыздар. IELTS өзі әрбір бағытта қалай дайындалу керек деген сұрақтарыңыз болса, төменде комментарийға немесе лайк қойыңыздар, біз сонда білетін боламыз, және келесіде сол тақырыпты тереңірек қозғаймыз. Осы жерде тағы да қоса кететін жайт, егер сіздер SAT жаңағы екінші емтиханды жоғары ұпай алсаңыздар, ол 50-ден жоғары, және де IELTS-іңіз 6-5-тен көп болса, онда сіздер автоматты түрде бірінші курсқа түсуіңізге мүмкіншілігіңіз болады. Яғни ол сіздер Foundation оқымайсыздар, бірден мектеп бітірсеңіздер, онда бірінші курсқа түсесіздер. Дайректке тағы да бірінші курсқа, яғни түсудің тағы бір амалы бар. Сізде IELTS-іңіз жоғары болу керек, және SAT емтихан тапсыруыңыз керек. Назарбаев университетіне түсу үшін қандай емтихандарды тапсыруды біз сіздерге айтып кеттік. Енді қазір Назарбаев университетінде турды көрсетеміз. Subjects, your major subjects. Yeah, it can be chemistry, biology, or physics, math, and critical thinking, and physics and math. Назарбаевқа түсудің өзіндік бір Назарбаев университеті